Menimcha aldayamam canım. Kechirish meni. Narxdan bari tekshirib, bölmelerini baliqdan chiqarib, araqlar o'zimiz. Salmatsizlarmi apa, qalaysizlar, amansizlarmi? Есім Әділет Болат, беу тазалық орталығынан келіп отырмыз. Осы районда қазір вирус жүріп жатыр дегенді естідік. Содан қазір полный барлығын көшіріп жатырмыз. Көршілеріңізге барлығына бәрін айтып ескертіп отырмыз. Балдар неғып бөлмелердің бәрін тазалап. Тазалайтын бәрі. Жоқ, басқа үйге бара беріңдер енді. Басқа үйге барғанда сіздердің үйлеріңіз алып тұрған, біз кезекпен кетіп бара жатырмыз. Басқа баратын жерлеріңіз жоқ па? Жоқ, баратын жеріміз жоқ, біз квартирамыз. Бұл үй сіздердікі емес пе? Біздікі емес. Мынаның дәу жігітіңіз бар ғой үйде? Ол ауыратын бала ғой. Документін көрсетейін бе? Ауырады ма? Күйеуіңіз ше, күйеуіңіз жақта? Күйеуім өліп қалған және. Сөйлеті. Біз квартирамыз қазір, бізге Алматыдан кісі келе жатыр. Бұл үй сіздердікі емес пе сонда? Біздікі емес. Бізге бір күн уақыт берсеңіздер, басқа жерге жайғасыңыздар. Түнде кетеміз, қазір Алматыдан кісі тосып тұрмыз, міне. Нанбасың. Менімше алдayamam canım. Kechirish meni. Апа сол харакет қорынан келіп отқан бізден. Жаңа ойнатып кішкене әзілдесіп берейін деген ойымыз ғой жаным. Мына харакет қорынан сіздерге кезекті баспанасы 200 күнде 200 баспана атты жобамыздың сіздердің жаңа үйлеріңіз құтты болсын деп қошемет қойсаңыздар болады. Ей, апау, жаным. Апам алдайын десем. Апам, қазір келіп жатыр Алматыдан дейді. Құтты болсын үйлеріңіз. Қайдан аламын мұны? Үш жағын алмайсың, өзіміз алып барып жайғастырамыз сіздер жаңа үйлеріңізге. Уайымдамаңыздар. Балам ауырады ғой мынау. Ауырмайсыздар, бәрі жақсы болады. Ура, я дом получила. Ура! 1384 баспана Хасенова Бағдагүл ханымның отбасына табыстаймыз. Рахмет балам. Жабырқап тұрғаныңда Шын біздің үйме, шын біздің үйме, шын біздің үйме, жаным ол. Шын біздің үйме, шын біздің үйме ол. Шын біздің үйме. Қазақ еліне азаматтар маман болсын. Сенбеуші едім, сендім. Біздің енді. Біздің енді. Өлсем, шығатын жерің бар, өлмеде. Жақсы жасап едім, қайтқан екен ғой. Жандарым ау, бәрі бір күнде қайтты ғой. Харекет, халықтың қоры.